Қайырлы күн, бүгін мен сіздерге инемен ілмектерді жабу әдісін көрсетемін. Негізі бізбен инемен әртүрлі тәсілдері бар, бірақ осы тәсіл мынандай жемпірлердің жағаларын, жеңдерін жабуға өте жақсы көрінеді және фабричный сияқты көрінеді. Және бұл былай тартқан кезде де созылмалы, әдемі болып тұрады. Ол үшін біз бірінші мына жібімізді жаңа тоқып болғаннан кейін ұзын етіп, яғни жағамыздың өлшемінен 2-3 есе даже көбірек қып аламыз. Ұзындау болғаны жақсы. Содан кейін міндетті түрде осында изнаночная дейміз ғой, кері петля, содан бастаймыз. Мен бұл жерде бастап келе жатқан, енді ары қарай көрсететін боламын. Міне осылай келе бастаймыз. Содан кейін қараңыздар. Бірінші бізде мынау изнаночная петлямыз, кері ілмегіміз былай қарап тұр ғой, оны біз былай қаратып аламыз. Яғни, міне, осылай тұрған нәрсені, осылай тұрған ілмекті былай аударып аламыз. Және оны астынан үстіне қарай мынау бізімізді жүргіземіз. Және мына жердегі бірінші қабырғадағы ілмекті аламыз. Міне, мынаның оң жақ қабырғасындағы ілмекті аламыз. Міне, қарасаңыздар, міне тұрады. Яғни міне осыны аламыз және мына жердегі оң ілмекті былай солдан оңға қарай, оңнан солға қарай былай өткіземіз. Және үстіндегі жаңағы бірінші кері ілмегімізді де жоғарыдан төмен қарай міне осылай іліп аламыз. Да ақырын осылай екі ілмекті қатар шығарып жібереміз. Терісті де оңды да шығарып жібереміз. Сонда міне осындай болады. Келесі тағы көрсетейін міне. Кері ілмекке келдік, және оны осылай тұрған ілмекті қараңыздар. Осылай тұрған ілмекті былай астынан үстіне қарай аударып аламыз бірінші. Мына қабырғасы келу керек қой бізге. Және оны астынан үстіне қарай былай тартып аламыз. Шығарып жібермейміз бірақ. Және мынау оң ілмектің бірінші қабырғасын тауып аласыз. Яғни мынау болады. Не, осы. Осыдан не бүйтіп. Сол жаққа қарай, және мынау жердегі оң ілмекті тоже сол жаққа қарай бір қабырғасынан өткізіп қоямыз. Өткізіп қойғаннан кейін, бұны былай кішкене тартын қараймыз да, артындағы теріс ілмегіміз ең алғашқы, соны арт жағынан тағы да бері қарай ілеміз. Және кішкене тартын қарап, екеуін қатар шығарып жібереміз. Болды, міне. Бұл бізде моточный жіп қой, мынандай бірнеше қабат. Сондықтан кішкене көрінген сияқты болып тұрады. Бірақ бұны жуғаннан кейін, ВТО жасағаннан кейін ол мүлде білінбей қалады. Осылай жүрген кезде ары қарай бұлар жуған кезде әдемі көрінеді, жақсы жабылып тұратын болады. Тағы да соңғы рет көрсетейін. Ілмекті аламыз, кері қарай аударамыз, астынан үстіне қарай жібереміз, кішкене тартын қараймыз. Мына жердегі алдындағы қабырғадағы оң жағын аламыз, мына жағын аламыз. Екеуін міне осылай өткізіп қоямыз. Еш әзірше жібермейміз бізден. Және ар жағындағы изнаночная петлямызды бүйтіп үстінен шығарамызды, жібімізді тартамыз және екеуін бірге шығарып жібереміз. Міне, сонда осылай болады. Осылай болады, және әрі қарай біз уже жуғаннан кейін бұл уже әдемі болып тегістеледі. Міне, осындай әдемі болып шығады. Жағамызды, жеңдерді, етегін барлығын осылай жапсаңыздар жақсы болып шығады.